Сәлем достар, привет, друзья, мәрхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер, мен Айнұр. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында хош иісті диффузорды қалай жасауға болатынын көрсеткім келеді. Үйде дәмді хош иіс болу үшін қымбат хош иісті диффузорларды сатып алудың қажеті жоқ. Сіз оны өзіңіз жасай аласыз. Алдымен бізге май керек. Нәресте майын алыңыз. Менде 50 мг бөтелке болғандықтан мен өлшеуіш шынаяққа 25 мг май құямын. Енді бізге алкоголь немесе спирт керек. Мен лаванда одеколонын қолдандым. Мен өлшеуіш стаканға 20 мг спирт құямын. Ал соңында кез келген эфир майдың 15-18 тамшысын қосыңыз. Мен лаванда эфир майын қолдандым. Сіз өзіңіздің сүйікті хош иісті майларыңызды пайдалана аласыз. Таңдау сіздікі. Енді біз дәрі-дәрмектен қалған немесе таусылған парфюмнан қалған кез келген шыны бөтелкені аламыз. Шыны ыдысқа біз хош иісті сұйықтығымызды төгеміз. Мен грильдің бамбук таяқшаларын алып, олардың өткір ұштарын кесіп тастаймын. Енді сіз өзіңіздің сүйікті хош иісіңізден ләззат ала аласыз. Композицияны аздап араластырыңыз. Назарларыңызға рахмет. Менің басқа видеоларымды жіберіп алмау үшін лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Хоч чакал. Пока-пока, друзья.